Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен дайын марапат қағазын қалай алу керектігімен бөлісетін боламын. Ендеше мұқият назар аударайық. Бірінші осы компьютерді қосып аламыз, сосын ішіне поскке кіріп Google Chrome'ға кіреміз. Сосын осындай яшық ашылады. Сосын Google'ге кіргеннен кейін DMaker деп жазамыз. Мына жерде тілін өзгертіп аламыз. Нарада орыс тілінде тұр екен, менде соны ағылшын тіліне қойып, нараға жазасыздар DMaker деп. DMaker менде осылай шығып тұр, сіздер осылай жазасыздар. Енді ашылғаннан кейін бірінші тұрған DMaker үлгілер, дипломдар, салтанаты деп тұр ғой. Осыған кіреміз. Міне осылай кіреміз. Кірген кезде осындай түрлі, мысалға мадақтамалар ма, нарада неше түрлі мадақтамалар, елтаңбалық болса елтаңбалық, елтаңбасы бар мадақтаманың түрі кездеседі. Мысалға міне ішіне кіріп көрейік. Міне мынадай түрі бар. Енді бұны жазатын кезде міне онлайн осы жерге мәтінді жазу үшін басыңыз дейді. Нараға жазасыз. Мысалға мектеп па, мысалға 163 орта мектебі деген сияқты қылып ары қарай өзіңіз, менде ағылшында тұр, өзіңіз не жазғыңыз келеді, тексті солай жаза бересіз. Ары қарай шығасыз. Бұл нәрсе ұнамай ма, мадақтама? Келесі аймақтар мен қалалар деген бар. Мысалға бізде Қызылорда облысы ма, Қызылорда облысына осындай жаңа мадақтамалардың түрлері берілген. Мысалға міне нарада Қызылорданың эмблемасы бар. Міне осы Қызылордада мысалға біріне өтетін болса, осылайнан шығып тұрады эмблемасы. Нараға енді тексті жаза бересіз. Ортасын бір бассаңыз, осы жерге мәтін жазың. Міне нараға былай қарай тексті жазасыз. Ары қарай енді аймақтар мен қалалар кетті. Салтанаттыны марапаттарда, мадақтамаларда неше түрлері бар. Міне қарасаңыздар, әр түрі бар. Соның біреуіне кіріп, мысалға маған мынау ұнады делге, мына түрі. Осының ішіне кіріп, міне онлайн редакторды ашу. Осыны бассаңыз, өзі ашылады. Міне енді осы жерге мәтінді жазу дегенді ортасынан басасыз. Сол кезде міне осылайнан жаза бересіз. Нараға 163 текст не жазғыңыз келеді, осылайнан жаза бересіз. Ары қарай қайтадан шығамыз. Енді салтанатты дегенді көрдік біз. Енді көркемөнер дегенге барайық. Көркемөнер, міне көркемөнерге байланысты түрлі мадақтама түрлері берілген. Міне астына қарай түсіңіздер. Осылайнан міне түссеңіздер түрі берілген. Осының біреуін таңдап, мысалға маған нар жерде көркемөнерден мына мадақтама ұнады делік. Міне осыны алып көрейін. Міне онлайн редакторды ашу, болмаса ортасын бір бассаңыз да болады. Міне осыны ашылған кезде қысыны, жәрменке сияқты болады ғой. Соған осыны жасап барсаңыз болады. Міне мына жерге тексті жаза бересіз. Осылайна не жазғыңыз келеді, тексті жаза бересіз. Ары қарай бұдан шығайық көркемөнерден. Келесі бізде міне музыкалық мектеп, міне музыкалықта да түрі бар осылай. Енді мектепке барайық. Мектепте де жаңағыда міне түрлері көп. Осының біреуін таңдап жазасыз. Келесі балаларға байланысты мадақтаманың түрлері мынарада. Одан кейін спортқа байланысты түрлі мадақтамалар бар. Енді мадақтама емес, дипломдар керек болса, дипломның да түрлері өте көп. Міне дипломда да тура осындай елтаңбалық аймақтар мен қалалар. Мысалға Алматы қаласы дегенді алсақ, Алматыға байланысты эмблема шығады. Міне мына жерде эмблемасы Алматыға байланысты. Ары қарай осылайнан жаза бересіз. Одан кейін алғыс хаттар. Мына жерде енді тек мадақтама, диплом, алғыс хат деген ғана өзгереді, қалғандары сол ғой. Сертификаттар, енді сертификаттың да түрі. Сертификатта да осындай салтанаттыға да түрлі сертификаттар берілген. Куәліктер, дәл жаңағы тек куәлік деп өзгертілген. Ашық хаттарда да міне ашық хаттардың да түрі бар. Мысалға міне мынаны алып қарайық. Ашық хат.
болмаса мынаны ашып көрейік. Онлайн редакторда ашу дейсіз. Міне мынараға не жазыңыз келеді, текстті жаза бересіз. Ары қарай сабақ кестесін, мысалы сабақ кестесін түсіргіңіз келсе, міне мынараға жаңа балдарыңыз болса, оқушыларыңыз болса шығарып берсеңіз болады. Осылайынан 5 күнге сабақ кестесін бірінші күн, екінші күн, үшінші күн не болады, сол нәрсені мынараға жазып, бірінші сабақ мысалға қазақ тілі дейтін болсақ, бірінші сабақ қазақ тілі, одан кейін матем деп осылайынан жазып оқушыларыңызға берсеңіздер болады. Міне осы керемет бізде марапат қағазын тегін тіркелмен, мына жерде байқасаңыздар тіркелген жоқпын, бірден кіріп кеттім. Тіркелмей ақ бұны сақтап алуға болады. Міне осылай текстін жазып қойдық. Енді өзгерістер жасайтын болсаңыздар жасай аласыздар. Мысалы міне осы қатарды мен қарайтуым керек болды. Қаралау дейсіз. Міне осылай қараланып шықты, қараңыздар. Енді осы нәрсені сақтау керек. Міне жүктеу дегенді басасыз. Енді бұл жерде енді сізге бас тарту деңіз. Міне мына жерде логотипі жоқ. Мынандай логотип жоқ болса, онда сатып аласыз, керек емес болса. Жоқ, логотип тұра берсе, онда тегін береді сізге. Дәл осыны тегін шығарып алу үшін біз тегін пайдалану дегенді басамыз. Міне 30 секунд күтіңіз деген. Енді 30 секунд күтеміз қазір. Уақыт болды. Жүктеу. Әні жүктеліп жатыр бізде. Жүктеу. Міне аяқта бетіп сақталады. Енді осыны бетіп ашамыз біз. Әлі біткен жоқ жүктеліп. Қазір бітсін, сосын ашылады. Міне ашылып жатыр. Міне жаңа жазған анықтамамыз осылай. Міне осыны мына жерден печат деп шығарып, осылайдан шығарып апарып тегін пайдалансаңыздар болады.